Сәлем баршаңызға. Әрбір мерекеде, қонақ шақырған кезде дәмі ащылау келетін фунчоза салатын жасаймыз. Салатты ыстықтай жеуге болатындықтан түскі асқа да ұсынылады. Фунчоза салатын жасап көргісі келетіндерге өзім білетін рецепті ұсынамын. Ең алдымен 250 граммдық фунчоза лапшасын дайындап аламыз. Лапшамызға ыстық қайнатылған суды құйып 5 минут аралықта бұқтырып қоямыз. Осы аралықта сиыр етімізді алып, ұсақтап, соломка күйінде турап, оған 1 шай қасық уксус және 1 шай қасық соямызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң етіміздің бетін жауып, 10-15 минут аралықта мариновка қоямыз. Маринатталған жұмсақ болған етімізді алып, табамызға керегінше май құйып, қызып тұрған майда етімізді жақсылап 10-15 минут аралықта қуырып алатын боламыз. Уақыты жетіп, фунчоза лапшасын алып, бөлек шұңқыр ыдысқа фунчозамызды сүзіп аламыз. Дайын болған лапшамызға бастапқы қуырылған етімізді қосып, басқа да көкөністерді қосып алатын боламыз. Көкөністерден соломка етіп туралған қиярымызды қосып, содан соң теркадан өткен сәбізімізді қосып аламыз. Соңынан чеснокты теркадан өткізіп аламыз. Терка болмаса, чесногымызды пышақпен ұсақтап турап алуға да болады. Соңынан керегінше зәйтүн майын қосып, қалауынша тұз қосып, және басқа да қоспаларды қоссаңыз да болады. Дайын болған салатымызды сәбізі жұмсарғанша жақсылап араластырып аламыз. Фунчоза салатымыз дайын. Дәмді және тоярлықтай жеңіл тағам болғандықтан сәбіз қосылған корей стиліндегі фунчоза болатын бұл салатты сіз де дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!